сәлеметсіздер ме, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге балалықтың балғын дәмін еске түсіретін, дәмі аузынан кетпейтін, жұп-жұмсақ болып шығатын осындай лакомкалар жасайтын боламыз. Рецебін описание бөлімінде қалдырып кеттім. Осы рецептпен жасасаңыз, артық та емес, кем де емес, бәрі тұп-тура болып шығады. Алдыменен шұңқыр ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, қантымызды саламыз. Ашытқыны, құрғақ ашытқы. Жұмыртқаның екеуін саламыз, бірақ мен бір жұмыртқаның сарысын алып қалдым бетіне жаққанға. Тұз саламыз. Жақсылап араластырып аламыз да, ұн қосып, қамыр илейміз. Біркелкі қамыр шыққаннан кейін, үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды салып, осылай қолымен біркелкі қамыр шығарамыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Үстіне салафан пакетімізді жауып, 1 сағатқа жылы жерге қалдырамыз. Міне біздің қамырымыз әдемі болып көтеріліпті. Оны біз 6 бөлікке бөліп аламыз. Қыздар, тура осы рецептпен жасасаңыздар, сіздерде 12 дана лакомка шығады. Күлшеленген қамырымызды осылай қолмен жайып шығамыз. Жайылған қамырымызды пышақтың көмегімен 2-ге бөліп аламыз. Оны пергамент қағазы төселген листімізге жайғастырып, үстін жауып, 20 минутқа қалдырамыз. Бағана алып қалған 1 дана жұмыртқаның сарысына 1 ас қасық сүт қосып, шанышқының көмегімен араластырамыз. Көтерілген, міне көтеріліп тұрған осындай лакомкаларымыздың бетіне жағып шығамыз. Лакомкаларымызды қызып тұрған пешімізде 20-25 минут пісіріп аламыз. Енді лакомкамызға арналған кремімізді жасайтын боламыз. Ол үшін сары майға қоюлатылған сүтімізді қосып, миксердің көмегімен араластырып аламыз. Достар, менің рецептерім ұнап жатса, қазақша каналды қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Міне біздің лакомкаларымыз дайын болды. Міне әдемі болып шықты, қып-қызыл болып пісіп. Міне біз креміміз дайын. Грек жаңғағын осылай үгітіп алғанмын. Лакомкамызды пышақтың көмегімен осылай ортасынан кесіп аламыз. Ортасына кремімізді жағып,
шет жағасын грек жаңғағына аунатып аламыз. Міне, өте әдемі лакомкамыз дайын болды. Тағы біреуін жасап көрсетейін. Достар, менің рецептім ұнап жатса, сіздер де жасап көріңіздер. Пікірлеріңізді комментарий бөлімінде қалдырып кетіңіздер. Міне, біздің лакомкаларымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарың үшін рахмет.